Росгвардейцам Рус ишгалжилері геническве Скадовскта олған ұжымлерге ағыланам. Ишгалжа кемиет бұл Storm Shadow ракетлері олғанына білдірем. Ұжым русларының ерлешкен эски шарап заводында керчеклешті. Херсон вилаятының женіби қысмында олған патламадан соңра рус ишгалжилерінің олу сайысы ве тежизат ғайбы ақтада бір білге йоқтыр. Ама ишгалжилерінің реакциясы ғайет ачулы олды. Все, халява закончилась. Вот так вот теперь пристреляли. Рус ишгалжилері үшін тейминат yolu тарлашты. Душманның логистикасы зорлашты. Ве бұларның эпысы чоңғар көпіріне япылған ұжым себебінден мейданға келді. Ишгалжилер шашырған вазиетте Storm Shadow рокетінің қалымтыларыны тетқиқ ете. Душман Қырымға ұчқан рокетлеріні авада йоқ етмек үшін ЗРК Panzer S1 системіні құланып, бүтін мермелеріні аваға бошалтты. Цель 2 пропущена. Цель 1 уничтожена. Цель 3 уничтожена. Огонь, огонь. Ракет не осталось. Все, гони, у нас нету. Озера ишгалжилер рокетлерінің авада йоқ етілгеніні білдірсе де вазиет ортада. Милитарный мерkezінің мутехасыслары білдіргеніне көре, рус ишгалжилері бұйық ихтимал сиер фюзелеріні дегілде диқатны озыне желп еткен ялан фюзелеріні урмаға тырышты. Хусусан АДМ-160Б алдатма рокетлерінің қалымтыларыны ишгалжилер майыс айында озлері көстірген еділер. Ничего не решает. Storm Shadow рокетінің ұжымайны заманда да Русияның мұдафа назиры Сергей Шойгуға бірдарбе олды. Малым олғаны кебі Қырымдан Украина қытасына силах тейминаты керчеклештірген көпірге ұжымден бір қач күн евел, о Қырым ярымадасына ябанжы силахларнен ұжым етілсе, қарар алынған мерkezлерге салдырajaqlarынан қорқытқан еді. Бірінші Шойгуға бұл сөзлеріні ишгалжилерінің тайын еткен құлы Сергей Аксенов хатырлатты. Мы ожидаем исполнения возмездия министром обороны. Чоңғар үшін интиқам муафақиетсіз олды. Ишгалжилер геже ярысында Storm Shadow сиер фюзелері тайшыйжыларына Х-101 ве Х-555 рокетлерінен ұжым етті. Епысы авада йоқ етілді. Цього разу, власне, Хмельниччина відпрацювали 13 ракет знищено протиповітряну оборону, і також знищено розвідувальний дрон, який, очевидно, проводив повітряну розвідку результатів удару. Чоңғар көпіріне ұжым рус ишгалжилерінің планларыны бозды. Ватандашлар әнді тек екі кечет ноқтасыны құлана білелер. Перекоп Низарет кечет ноқтасындан садеже юг арабалары кече. Әрмени базар кечет ноқтасындан ісе автобуслар ве ади арабалары кече. Ама бұна бақмадан бұйық пробкалар мейданға келді. Ишгалжилер женкнің ең бұйық муафақиеті деп адландырған сөзде қара коридоры 100 километрге ұзады. Ең мұйымы ісе бұл ұжым Қырымдан Украина ана қытасына тейджизат, мерми ве душман көветленмесі үшін керекли мақсуларны кечірмеге зорлаштырды. Бұндан да ғайры кечет yolu Украина аскерінің бұлынған ноқтасындан 50 километр ұзақлықта ерлеше. Яни ишгалжилер Украина ордусының атеш Низарет алтында бұлынажақтыр. Рус ишгалжилері Қырымдаки аманыман эпосы патламаларда қабатлыны тапты. Бақчасарай районы Бағатыр койынде тұтылған 64 яшындаки силахлы ер адамақта эсабат берділер. Евінде санкидерсін ябанжы силах, калашников автоматы, эл бомбалары, чешетлік калибрлі мермелер ве атта майынлар тапқанлар. Бұндан да ғайры ағыр дисклерінен ноутбук ве Украина силалы көветлерінің яны тақым қияфетіні болғанлар. Ама ешбір фото ве видео яйынламадылар. Тұтылған ер адамны Қырымда бір қач диверсия керчеклештіргенінде қабатлайлар. Шындылық адыны açıkламайлар. Диверсантларны қыдырмақ мақсадынен рус ишгалжилері Қырымның Ислам Терек районы Бузавчы қасабасында 2 тынтув кечірді. Бірінші 42 яшындаки Бекир Дервишевны тұттылар. Асылында тынтувнен ағасының евіне келділер, ама о евде йоқ еді. Рус ишгалжилері евде арама керчеклештіргені вақыт бұйық ықтимал ер адам протоколны имзалады. Ве оны бір шей аңлатмайып Ахмеджетнің ФСБ идережілгі бинасына алып кеттілер. Бекир Дервишевнің досту ве қомшы
жолаушысы олған 45 жашындаки Дилавер Мусаевны де Азбарда иш япқаны вақыт туттылар. Потом, единственное, начали задавать вопросы по поводу машины. Где машина, которая у нас стояла во дворе, белый Мерседес, где он, что он. Муж пошел показывать, где он находится. Мне лично они никакой информации, в общем, не давали. Потом я начала расспрашивать, что вообще случилось, в чем мы обвиняемся. На что один из них мне говорит: девушка, вы задаете слишком много вопросов. Билхаса ижғажилер Дилавер Мусаевнын арабасына диққатларыны желп етті. Санкидерсін бұна ошаған арабаны олар Исламтерек районында Жанкой Керич демир yolu патлатылғаны вақыт фарқ еткенлер. Тешкеру фе субет үшін Дервишев фе Мусаевны Ахмеждетнің ФСБ идарежелігіне алып кеттілер. Анда оларны тахменен 10 саат туттылар. Тынтывны огренген инсанлар тезден топлашмаға башлады. Бірқаш вақыттан соңра Дилавер ве Бекирбейлерні геже 12:30 еберділер.